Сәлем достар, бүгін мен сендерге асқазан және ішек жолдарының құрылысын түсіндіріп беретін боламын. Асқазан ас қорыту жолының көлемді ұлғаюы. Ол құрсақ қуысында көкет астында орналасқан. Пішіні сыйымдылығы 2-3 литр алмұрт немесе ұзын қапшық тәрізді. Тамақ асқазаннан аш ішекке түседі. Қарын ішек қуысы қалың бұлшықетті мүше. Ол жоғарғы жағынан өңешпен, төменгі жағынан аш ішектің басталар жері ұлтабармен жалғасады. Қарынның ішкі жағын астарлап жатқан қатпарлы сілемейлі қабықшасы оның көлемін үлкейтеді. Қарынның қабырғасындағы бірыңғай салалы бұлшықет талшықтары үш түрлі бағытта орналасқан. Ішкі қабаты қиғаш, ортаңғысы сақина тәрізді, ал сыртқысы ұзыннан орналасқан. Қарынның қатпарланған сілемейлі қабықшасында өте көп ұсақ бездер бар. Бұл бездерден қарын сөлі бөлінеді. Қарынның өңешпен және ұлтабармен байланысқан жерінде сақина тәрізді бұлшықеттер болады. Аш ішек ас қорыту жолының едәуір ұзын бөлігі. Оның ұзындығы 5-7 метр және 3 бөлікке бөлінеді. Ұлтабар аш ішек және мықын ішекке бөлінеді. Астың қорытылмаған қалдығы тоқ ішекке өтеді. Ұлтабарға бауырдан келетін өт қабының өзегі және ұйқы безінің өзегі ашылады. Аш ішек ирелеңдеп орналасқан. Оның ішкі қабырғасында көптеген сақина пішінді қатпарлар бар. Сонымен бірге аш ішектің сілемейлі қабықшасында тұйық өскін түріндегі бірлер өте көп. Мұндай бірлер тек аш ішекте ғана бар. Бұл бірлер ішектің ішке сіңіру бетін ұлғайтады. Аш ішектің бұлшықет қабықшасындағы ішкі бұлшықет талшықтары сақина тәрізді, сыртқысы ұзын бойы орналасқан. Аш ішек қабырғасындағы бұлшықет талшықтары оқтың толқын тәрізді жиырылып босатып тұрады. Осының нәтижесінде жеген тамақ ішектің ішімен алға қарай жылжып отырады. Енді тоқ ішектің ұзындығы 1,5-2 метрдей, аш ішектің 2 еседей жуан. Тоқ ішектің аш ішектен басталған жері бүйен деп аталады. Ол оң жақтағы мықын тұсындағы орналасқан. Бүйеннің төменгі шетіндегі ұзындығы 7-8 сантиметрдей құрт пішінді тұйық өскін соқыр ішек болады. Оны аппендицит деп атайды. Ол лимфа жүйесінде жататын мүше. Оның қабынуынан болатын ауру соқыр ішек деп аталады. Тоқ ішектің соңғы бөлімі тік ішек. Тоқ ішектің сыртында майқабаты қалың болады. Оның сілемейлі қабықшасында жарты ай пішінді ірі өрі жалпақ қатпарлар көптеп кездеседі. Тоқ ішекте су қайтадан денеге сіңіріледі де нәжіс қалыптасады. Ауыз қуысына түскен тағам шайналып, ұсақталып сілекеймен шыланады. Сілекей тағамның бөлшектеріне жібітіп, оңай жұтылатын түйіршіктерге түйірперге айналдырады. Сілекейдің құрамындағы фтиалин ферменті тексілті ортада көмірсуларға әсер етіп, тағам химиялық өзгерістерге ұшырайды. Ауыз қуысындағы тағам тіл мен жұтқыншақтың бұлшықеттердің жиырылуы арқылы жұтылады. Тамақ жұтылған соң алдымен жұтқыншаққа, одан өңеш арқылы қарашаға өтеді. Жұту кезінде көмейкей қапағы жабылады. Тамақ жеп не ішіп отырған кезде адам сөйлейтін болса, тамақ түйірлері көмейкеге түсуі мүмкін. Тамақ түйірлері көмейкеге түссе, адам шашалады, кейде тұншығады. Ересек адамның қарынның сыйымдылығы 1,5-2 литр. Қарынның пішіні мен мөлшері астың түсуіне байланысты үнемі өзгеріп тұрады. Ұсақ бездерден бөлінетін қарын сөлінің құрамындағы су, тұз, қышқылы, ферменттер және тағы басқа заттар болады. Қарындағы тағам 3-6 сағаттай уақыт қорытылады да жартылай қоймажың сұйық жентекке айналады. Жартылай сұйық жентек белгілі бір мөлшерде оқтын аш ішекке өтіп тұрады. Қарында жартылай қорытылған ас алдымен ұлтабарға түседі. Ұлтабарға бауырдан келетін өт өзегі және ұйқы бездің өзегі ашылады.
Бауырдан келетін өттің әсерінен майлы тағамдар ыдырай бастайды. Ұлтабарда негізінен барлық тағамдық заттар қорытылады. Наркоздар амин қышқылдарына, крахмал қантқа, майлар май қышқылдары мен глицеринге дейін ыдырайды. Ұлтабардан ас белгілі мөлшерде оқтың ішектің келесі бөліміне өтеді. Мұнда тағамның заттар ішек сөлінің әсерінен толып қорытылып еріген қосылыстарға айналады. Аш ішектің ішкі сілемейлі қабықшасында өте ұсақ көптеген тұйық бүрлер болады. Бүрлердің сырты бір қабатты эпителий жасушаларынан түзіледі. Бүрлердің ішкі жағын көптеген қан мен лимфа тамырлары торлап жатады. Бүрлер ішектің ішкі кілегейлі қабықшасында өте көп болады. Бүрлер арқылы әбден қорытылған амин қышқылдары мен қанға өтеді. Глицерин мен май қышқылдары лимфа тамырларына өтеді де тері астындағы жел қабаты жиналады. Амин қышқылдары мен қант бауырға барып қайта өзгерістерге ұшырап бүкіл денеге таралады. Астың қорытылуы мен сіңуі негізіндегі аш ішекте аяқталады. Тоқ ішектің бездері бөлінетін сөлдер, ас қорытатын ферменттер де өте аз болады. Оның есесіне тоқ ішекте бактериялар көп. Бактериялардың ферменттері күрделі көмірсу жасунықты ыдырата алады. Бактериялар К және В12 витаминдерін синтездейді. Ас қорыту мүшелерінің басқа бөлімдерінде қарағанда тоқ ішекте түскен ас қалдықтары ұзағырақ сақталады. Ас қалдықтары тоқ ішектен суда қарқынды сіңіруі нәтижесінде біртіндеп тығыз зат нәжіске айналады. Тік ішектің төменгі бөлігінде екі сақина тәрізді бұлшықеттер бар. Осы бұлшықеттердің көмегімен нәжіс сыртқа шығарылады. Астың ауыз қуысынан бастап жұтқышақ, өңеш, қарын, аш ішек, тоқ ішекте қорытылу жолы асқазан жолы деп аталады. Достар, егер түсінікті болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар.